Сөйтіп жаңағы Құрайыштықтар оған Құранды алып түсіп жатқан шайтандар деген кезде Алла Тағала жауап түсіреді. Қараңыздар. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады: "Ей пайғамбар, айт ана Құрайыштықтарға: Хал унаббиукум ала ман таназзалу шаятин. Мен сендерге хабар берейін бе шайтандардың кімге түсетіні жайлы?" Шайтандар да түседі екен. Періште Жибрил Алланың хұзырынан түседі. Шайтандар ақпарат ұрлаған орнынан дүние аспанындағы бұлттардың қасына түседі. Екі түсудің арасындағы айырмашылық. Мен сендерге хабар берейін шайтандардың кімдерге түсетінін. Таназзалу аля кулли аффакин асим. Әрбір Алланың атынан жала жабушыға түседі. Алланың атынан жала жабу дегенде бір жерде мағына не дегенде, көбінесе көріпкел, сәуегей нені сөйлейді? Ғайыпты. Кімде-кім ғайыптан хабар беріп жатса, ол Алланың атынан өтірік сөйлеп жатқан адам болады. Өйткені ғайыпты Алладан басқа ешкім білмейді. Алла Тағала ғайыптан не қаласа соны пайғамбарға ашады, сол арқылы баяндайды. Басқа ешкім ғайыптан қияметке дейін хабар бере алмайды. Мұны кесіп тастады деп отыр, мынаны көрсетіп отыр Алла Тағала. Әрбір өтірікшіге, Алланың атынан өтірік сөйлеушіге ғайыпты білемін деп, әрбір сондай күнәһарға түседі дейді шайтан. Шайтандар оларға түсіп тұрады. Сөйтіп ол шайтандар жаңағы сиқыршыға көріпкелге түскен кезде илқуна самма, ұрлап әкелген ақпаратын жаңағы сәуегей көріпкелдің тіліне салып жібереді дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Алла Тағала белгілі бір шешімді қабылдаған кезде Жибрилге уахи етеді. Сөйтіп Жибрил күллі періштелерге хабарлайды: бүгін осындай нәрсе болады дегендей. Ол белгілі бір ауылда, белгілі бір адаммен де байланысты нәрсе болуы мүмкін. Сонда жаңағы періштелердің ең төменгі дүние аспандағы періштелер сол мәселені бір-бірімен талқылап тұрады. Оларға түскен ақпарат, олар хабарды бөлісіп жатыр бір-бірімен. Сол кезде бұлар бірінің үстіне бірі шығады дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сөйтіп жаңағы бұлтта тұрған періштелерден тыңдауды қалайды. Ақпарат ұрлау деп атайды. Ақпарат ұрлайды. Бұны жердің бетіндегі адамдар білмейді. Алла Тағала осы ақиқатты ашып жатыр. Көріпкел деген кім, сәуегей деген кім, сиқыршы деген кім? Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: ол Алла Тағала жол беру арқылы естиді де, сөйтіп астындағы жынға өткізіп үлгереді дейді, егер Алла қаласа. Кейде оны қуған ұшқын, періштелердің атқан жұлдызды ұшқын келіп, ол ақпаратты өткізбей жатып кетіп кетеді дейді. Жанып кетеді, болды, өлді. Сөйтіп аналар ақпараттар алмай кері қайтады. Кейде бұл кейінгі жынға өткізіп үлгереді, сосын өлтіреді дейді бұны жаңағы ұшқын. Яғни Алла Тағала жол береді, сынақ болу үшін. Сосын ол сынақ болғаннан кейін оған мынау аятымен құтқарып отыр. Енді сен білесің ол нәрсенің не екенін. Сөйтіп аяң астындағысына келіп, ол жүгіріп келіп жаңа сәуегейдің тіліне салады дейді. Көріпкелдің тіліне салып жібереді. Салған кезінде 100 өтірікті, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып отыр, 100 өтірікті қосып береді дейді арасына. Сөйтіп ана сәуегей жаңа әлемдегі өздеріңіз білетін неше түрлі нелер бар ғой, прорицательдер. Солар жаңаға сөйлей бастайды. Осындай деп сөйлей бастаған кезде адамдар тыңдап отырады да, сосын кейін бір адамдар айтады дейді: анау бір айтқаны келді ананың деп. Ол жаңағы ұрланған хақ сөз дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Алла Тағала жол берген. Сол арқылы оның пиары көтеріліп, қоғамда растала бастайды дейді. Ал сендер мұсылмандар, осы өтірікті біреулерің үшін бірақ екі аятпен түсіндіріп беріп жатырмын дейді сендерге. Қаншама адамдар түсіне алмай жүрген нәрсені. Шайтандар осыларға қарай түседі дейді. Сондай-ақ жаңағы белгілі бір болатын оқиға, мына нәрсені қараңыз. Омар радиаллаху анху, Ғайлан ибн Салама деген бір сахаба, Сақиф руынан болған, ислам қабылдаған кезде 10 әйелі болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оған 4-еуін қалдырды, қалғанын босат дейді, шариғат бойынша. Ол жерде де көрінбе, 10-ын сүйеді ғой енді ол. 4-еуін аналарды босатайын, Алла Тағалаға махаббат жеңе ме жоқ? Қалай жеңеді дегендей нәрсе.
Сөйтіп Омардың халифалығы кезінде бір кісілер келіп айтады, әлгі кісі әйелдерін талақ беріп жіберіпті де, мұрасын тек балаларына беріпті дейді. Сөйтіп Омар радиаллаху анху онымен жолығып айтады, мына сөзін қараңыз Омардың, мен ойлаймын дейді, әлгі ақпаратты ұрлайтын шайтан өліміңнің жақындағанын естіп періштелерден келіп көкейіңе салып жіберді ма деп. Сөйтіп сен алдыңда әйелдеріңе талақ бере салдыңда, мұраны оларға бөлмей, балаларыңа ғана бөле сал. Алламен ант етемін дейді. Әйелдеріңді қайтарасың. Мұраны балаларыңа, ұлдарыңа бөліп берген мұраның күлісін қайтарасың. Сөйтіп тең бөлесің дейді. Алла тағала бұйырғандай. Әйеліңе, балаңа түгел осылай. Не өзің істейсің, не мен осыны мен істеймін дейді. Егер мен істейтін болсам дейді бұны, осыған жеткізетін болсаң, сен өлгеннен кейін қабырыңның үстіне апарып тас лақтыртам дейді адамдарға. Сонда жаңа ақпаратты көріп отырсыз ғой. Әртүрлі ақпарат әртүрлі жағдайда келе береді. Қайсысы ұрлайды? Әрбір ауылға өзінің жындары бар. Әрбір кварталға өзінің жындары бар. Сен қаншасың, олар да жетеді. Әрбір жындар ана жақта кімнің сиырын кім ұрлап кеткен, өздері жаңағы бәрі түгел жаңағы көріп келдің айналасында, олар сол тақырыппен келеді. Анау сиырын жоғалт деген кезде ол ана ауылдағы жігіт ұрлаған, ананы көкейіне салып жіберіп, сіздің сиырыңыз мына жақта жүр екен дегендей нәрселер. Сөйтіп адамдар ойлайды, ғайып біліп жатыр деп. Осыны Алла тағала не дейді? Ғайыптан осылай хабар берушілерді әффак дейді. Алланың атынан жала сөйлеушілер. Міне. Ешқашан. Сондықтан бізге пайғамбарымыз саллаллаху мынау аяттан кейін былай дейді. Мән атарафан, кімде-кім көріпкелге баратын болса, фаясалуху ан шейин, одан бір нәрсе сұрайтын болса, мұсылманда айтып отыр. Мұсылманда ләм туқбаллаху салатун арбағина лейла, 40 күн, 40 тәулік бойы намазы қабыл етілмейді дейді. Махаббатқа қиянат кетті. Аллаға деген. Алла тағала 40 күн енді оны намазын қабылдамаймын дейді. Міне. Қиянат. Сатып жібердік Алланы. Біреуден барып сұрадық. Сол секілді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады. Кесімді үкімде мен атағаррафын. Кімде-кім көріпкелге баратын болса, ау кахинан, немесе сиқыршыға, жаңағы сәуегеге баратын болса, прорицательге баратын болса, сосын фасаддақа бима яқулу, сөйтіп жаңағы көріпкелдің сөйлеген сөзін расы мынанікі деп растайтын болса, фақада кафара бима унзила аля Мұхаммадин саллаллаху алейхи ва саллям. Мына сөзге қараңыз. Мұхаммедке түсірілген Құранға күпірлік жасады дейді. Яғни пайғамбарымызға да не істедің? Қиянат жасадың. Құранға не істедің? Қиянат жасадың. Құранның Шуара сүресіндегі анау 222 аятына қиянат жасадың. Олай болса олар сіздің өміріңізден түсті. Жаңа пайғамбарымыз айтқандай, сендердің істеген істерің сендердікі, менің мүлде қатысым жоқ. Мен Алланың таза жолындамын. Раббым бұйырған нәрселермен ғана жүремін дегендей. Сөйтіп осы жындар, оларға шайтандар жаңағы сөзді ұрлап келген ақпаратты салады да, ва аксариху касифун. Міне, сөздерінің көбісі жаңағы шындықтың қасына 100 өтірікті қосып, осындай өтіріктерін өткізіп жүргендер дейді. Сөйтіп адамдардың, біздің қоғамда болсын, адамдардың дінге қарай, иманға шынайы бір таза, қоспасыз келе алмауына кедергі жасап отқан нәрсе осы проблема. Соқтар аталабын қозғап отыр. Көріпкел, балгер, сәуегей, күллісі, Құранның қасында, ақиқаттың қасында 0 болды.